Иә, мен көрдім, тыңдадым. Мен бірінші сұхбатында тыңдадым, екіншісінде тыңдадым. Себебі мен өзім ол Танашева Гаухар Бикені өте сыйлаймын. Осында депутат болып жүрген кезде аралас-құрлас болдық, дәмдес болдық деген сияқты. Шай іштік. Оның жаңағы мына қоғамдағы көпбала аналармен атқарған жұмысында бағалаймын. Сондықтан бұл тұрғыда как азамат ретінде, азаматтық ұстаным ретінде ол кісінің пікірін мен қолдаймын әрдайым. Дегенмен сол сұхбаттың ішінде маған ешкім депутаттардан араша түспеді, ешкім ешқандай да бір көмек қолдау жасамады деген бір пікірі бар екен. Мен осыған кішкене маған біріншіден осы жағдай көңіліме тиді. Мен алғаш естіген кездің өзінде бұл қалай болды, не себепті Танашеваға байланысты жаңағы ауыстыру, ротация жүру керек деген тұрғыда мен шын айтсам апаға дейін бардым. Себебі ол жерде Танашеваның өзінің тұлғасы емес, оның көтеріліп жүрген мәселесі қоғамға маңызды. Көпбалалы аналардың тағдырына байланысты, мәселесіне байланысты қозғап жүрген тақырыбы біздің қоғамда шынында да шырқырап тұрған дүние ғой. Ал ападағы азаматтардың мен сөйлескен, олар айтады барлығы бұл партияның ішкі шаруасы. Біз ротацияға, ауыстыруға ешқандай қатысымыз жоқ дегенде. Мен оны осы журналистердің алдында ресми түрде айта аламын, барғаным жөнінде. Онан кейін мен өзіміздің осы басшылықпен парламенттің, мәжілістің олармен де кездестім, сөйлестім Танашеваға қатысты мәселе жөнінде. Шын айтқанда Танашеваға анау партияның өз ішінде азу білеген жағдайды осы сол кезде білдім. Жалпы бұл ішкі партиялық, орысшалап айтқанда дрязгі дейді ғой, жаңағы былық. Осы тұрғыдан туған дүние екенін. Онан кейін мен Танашеваның өзіне де жолықтым, бірнеше жолықтым. Осы процесс жүріп жатқан кезде үйіне де барып, шайды ішіп отырып әңгімелестік. Бірақ мен артынан ауырып қалдым да, ауруханаға түсіп қалдым. Сол кезде Танашева мәселе шешіліп кетіп қалған екен жұмыстан. Ол кісінің парламенттегі жұмыс туралы айтқан сөздері қаншалық шындыққа? Енді былай қарағанда, Танашеваның өзінің сөзіне қарағанда, Гаухардың сонда жүрегі қобалжып тұрып айтқан, сондай жыламсырап тұрып айтқан мәселесінде жаңағы өзінің депутаттық сауалдарына байланысты осылай қысым көрсетілді деген тұрғыда айтылады ғой. Мен ойлаймын, жалпы осы соңғы депутаттық сауалын мен қайтадан тыңдадым. Шында да бұнда өртеніп кеткен не бар екен, соғырша жаңағы қоғамда жарылып жатқан мәселе бар ма екен деп. Ол енді былай қарағанда біздің бәріміз айтып жүрген мәселелердің төңірегі. Мұнда енді системный дүние ғой, жүйелік мәселелер тұрғысында көпбалалы аналар мен қоғамның, мемлекеттің арасында қарым-қатынастар туралы оны көпшілігіміз айтып жүрміз, оны әлеуметтік желілерде айтып жүр. Бұл енді бір жаңалық емес осы тұрғыдан келгенде. Мен ойлаймын, просто бұл Танашеваның осы депутаттық сауалы мен партияның өз ішіндегі жаңағы ротацияның уақыты бірге келгенде, құланның қасуына мылтықтың басуы деген сияқты соған байланысты партия өз ішінде, жаңа партияның төрағасы дейікші Ермұхамед Ертісбаевтың бастамасы, соның салдарынан осындай. Яғни Ертісбаев кетірді деп отырсыз ба? Енді партияның төрағасы ғой, біріншіден. Екіншіден, Танашеваның өзінің әңгімесінде де мен оны бірнеше жолықтым ғой. Ол ашық айтты маған, осылай Ертісбаевпен арамыздағы осындай бір кикілжің бар деп. Ол енді қандай кикілжің дегенде жаңағы ұстаным тұрғысындағы кикілжің деді, бірақ сөзінен байқадым, бір адами араларында бір келіспеушілік барын жасыруға болмайды. Сондықтан енді нәтижесі осылай болып шықты. Енді мен үшінші бір айтайын дегенім, бізде парламентте ротация болып жатады. Әр партияда, аманаттың өзінде де бірнеше болды. Сонда әлі де болады деп ойлаймын. Сонда кетіп жатқан депутаттар бірінші кезекте
мынау қазақшалап айтқанда су ішкен құдығыңа түкірме деген тұрғыдан